ұлттық валютаның керектігін біз жақсы түсіндік. 92 жылға шейін біздің ойымызда жүрген бұл арманымыз болатын. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мені шақырып ұлттық валютаны жасырын түрде дайындай бастайық, біз ешкімге айтпай қояйық оны. 93 жылдың наурыз айының аяғына қарай біз толығыменен теңгені жасап сол жерде біттік. Енді оны елге жеткізу керек болды. 20-21 рейс жасалынды, әрқайсысы 40 тоннадан. Сонда біз сол теңгені толығыменен мамыр айының басында бізде Жамбыл қаласында үлкен қоймамыз болды. Соған әкеліп дайындап қойдық. Портреттер галереясы орналастырылған жаңағы вариантын біз қалап алдық. Біз жарыққа жаңа ғана шығып жатқан дербес мемлекетпіз. Оның жаңа мемлекеттік нышандары болу керек. Ол нышандарында біздің халыққа еңбегі сіңген, дүниежүзіне әйгілі, халық құрметтейтін жаңағы адамдардың портреттері орналастырылуы керек. Біріншіге теңгеге сол Әл-Фараби атамызды, кейін Сүйінбайды, Абайды, Шоқан Уәлихановты, сосын соңғы 50 және 100 теңге номинациясына біздің екі ханымыз мемлекеттік қайраткер Әбілқайыр мен Абылай ханды жаңа орналастырдық. Егер де біз теңгені құртатын болсақ, біздің елімізде құриды теңгемен бірге. Біздің онда ешқандай экономикалық жаңағы сол егемендігіміздің ізі қалмайды. Енді мінекей үстімізде сол тәуелсіз еліміздің төл теңгесінің үлкен мерекесі келіп тұр. Тек қана әлгі қаражат саласындағы жүрген азаматтардың ғана мерекесі емес, халқымыздың мерекесі бұл. Бұл ұлттық валюта біздің еліміздің символы.